Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін Әдетикси Феникс. Так, бүгінгі видеода мен артымнан көріп тұрғандарыңыздай Веномның ауылына кіретін боламыз. Так, менің өткендегі видеоның астына, яғни комментарияға бір подписчигім жазып кетіпті, яғни Веномның ауылына кірдіп, енді бүгінгі видеода біз Веномның ауылына кіретін боламыз. Так, енді біз қазір алдағы ходтан кірейік десек, бұл жерде екі охранник голем тұр. Біз енді қазір аламыз да мына үйдің артымен, яғни старый вариантпен кіретін боламыз. Так, судан өтіп кетейік та, примерно осы жерден қасып кірейік. Так, опана. Так, все, опана. Так, бүйтіп жаба салайық. Жаба саламыз. 5 пальва кіріп кетеміз да. Так, енді біз қазір мына Веномның үйін аралап шығатын боламыз. Так, мына жерде ақырындап големдардың қасынан бет, охранниктардың қасынан бет тыныш өтіп кетеміз. Так, мына үйге кіретін болсақ, бұл комната, яғни үй, бұл Веномның кухнясы ғой деймін. Өйткені жерде қап-қара столдар, қара орындықтар, ақ стол, және жерде торт тұр, базар жоқ. Веном тортты жақсы көретін сияқты ғой. Так, торттың дәмі көрейік. Так, мәссаған, торттың дәмі деген өте дәмді ғой, базар жоқ. Веном тортты прям күшті пісіріп қойды екен. Так, енді үстінен баратын болсақ, так, үстінде ештеңе жоқ. Так, тағы да қарай үстіне барайық. Так, үстінде ештеңе жоқ екен. Так, жарайды, енді астыға түсетін боламыз. Так, асықпай ақырындап түсеміз де есікті 5 пальва жауып қоямыз. Так, енді мына комнатаға баратын болсақ, мына үйде ештеңе жоқ екен, пустой. Так, бұл жаққа ештеңе салмаған ғой дейме. Так, жарайды. Опа, мына жерде күшті орындық тұр ғой. Мына жерде бүйтіп демалып отыруға болады ғой. Базар жоқ. Веном кәдімгідей өзінің андай өзіне күшті орындық істеп. Так, енді мына мәссаған мына жерде неше түрлі аяқ киімдер тұр ғой. Базар жоқ. Веном стильный адам ғой дейме. Так, есік жаба салайық. Так, мына жерде мәссаған мына жерде шкаф. Так, мына жерде төсек. Так, мына жерде тоже бір шкаф сияқты бірдеңе, сағат, базар жоқ. Кәдімгідей Веномның өмірі деген бал ғой, ё-мо. Так, мына шкафта ішіне бар екен, көрейік. Мәссаған достар, мынаны қарасыңдар, мына жерде. Опа, мына жерде купальник тұр ма не? Веном купальник кие ма не? Базар жоқ. Так, Елена қызының купальнигі ма, көйлегі ма, сондай. Так, мына жерде аяқ киім. Бұл по идее қызарский ғой дейме, киімді. Жарайды, жаба салайық. Так, біз бұл жерде қарап бітік деп ойлаймын, ешқандай өзгеріс жоқ. Так, енді басқа комнатаға барайық. Так, мына үйге баратын болсақ, мына үйдің ішінде, так, не бар екен, көрейік, есік жаба салайық. Мәссаған, мына жерде неше түрлі кітап. Так, 1, 2, 3, 4 андай 4 қатар кітап, еще қаншама кітап. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Маға достар, мынау Веном кәдімгідей ученый ма, ақылды ма, көрші сондай екен. Неше жерде кітаптар көп екен, тағы кітап, астына тағы кітап, мына жерде тағы кітап. Ё-мо, мына жерде отырып Веном рахаттанып тұрып телевизор көретін сияқты ғой, базар жоқ. Так, мына жерде каналдар жоқ қой дейме. Так, телевизор свет өшіп қалған ба, бірдеңе ғой дейме. Так, диваны өте жұмсақ екен, ыңғайлы екен. Үйге ұрлап кетем ғой дейме. Достар, жотам қалай ойлайсыздар? Так, мына жерде қарап болдым деп ойлаймын. Так, енді мәссаған достар, мына қара, мына жерде кім тұр ғой, мына жерде черепахалар тұр ғой. Так, түсінбедім, сонда Веном бұларды ұрлап әкеп қамап қойған ма не? Черепашкалар бұл жерде не істеп жүр, түсінбедім мен. Так, жарайды. Так, мәссаған достар, мына қараңдар. Мына жерде супер геройлар қаптап тұр ғой, ё-моё. Так, түсінбедім. Так, мына жерде черепахалар, мына жерде. Так, мына жерде кім бар? Мына жерде тоже Дони ғой, ё-моё, достар, сонда Веном жауыз ба не, ё-моё. Так, мына жерде кім бар? Мына жерде Лео отыр ғой, ё-моё. Так, мына жерде кім бар? Мына жерде Капитан Америка. Так, мына жерде Халк. Так, мына жерде мәссаған Человек-пауктың новый версиясы ғой, ё-моё. Так, мына жерде кім бар? Мына жерде Железный человек, яғни Тони Старк, ё-моё. Так, қазір мыналардан біреуінен сұрақ көрейік, ё-моё. Тонидан сұрақ көрейік, Железный человектен. Чё там сендерде Веном қамап қойды ма не? Иә, бізді қамап қойды ғой, ё-моё. Сен бізге көмектессең күшті болушы еді, Феникс. Біз сені күтіп отырғанбыз, негізі қашан келеді екен деп. Все, қазір мен сендерден сындырып, короче, нетем ғой, көмектесем ғой.
сүй давай біз мына жақтан шығармасаң, ё-май біздің қарнымыз ашып кетті, біз мына жақта уже 1 ай болдық отырмыз, ё-май. Сүй қазір татырыңдар. Мен мына жерде кирка алайық, так, мысалы мықты кирканы алайық та, так, ешкім көрмей тұрған кезде сындырайық, ё-май. Мына саған, так, все, так, енді мына жерде кімдікі? Мына саған челепок, так, мына жерде, ой-ой-май, халық, так, мына жерде кім бар? Мына жерде Лео жоқ, базар жоқ, так, мына жерде тағы да адамдар бар ғой, көмектесетін, так, мына жерде кім бар? Мына жерде кім бар екен? Дони, так, мына саған сындырамыз. Так, мыналардың бәрін шығарып алайық, ё-май. Так, мына жерде кім бар? Так, мына тоже черепаха, так, мына жерде кім бар? Мә саған Раф жүр ғой, ё-май. Так, достар, опаны шығарамыз, так, ё-май, түсінбедім сонда. Так, сонда Веном сонда жауыз болып тұр ма не? Мә саған, так, мыналардың бәрін, гайс, так, мен мыналардың бәрін есігін, жоқ, мына жерде кімді ұмытып кеттім ғой мен. Кім еді мынау? Капитан Американ, так, қай жерде мынау? Так, мына жерде ма? Мына жерде екен, так, Капитан Америка. Так, все, мыналарды шығардым. Так, енді не істесек болады, достар, қалай ойлайсыздар? Так, мына жердегі бәрін былай так, күн батып бар екен, достар. Бүйтіп ренжімеңіздер, күн жара салайын. Так, мына жердегі бәрін бүйтіп үйінің быт-шытын шығарып сындырып кетейін, ё-май. Мә саған, так, так, үйінің быт-шытын шығарамыз қазір. Мә саған, так, так, бәрін сындырып кетейік. Мә саған, ё-май, ол қандай сонда, қандай оймен супер геройларды қамап қойды екен, ё-май, түсінбедім. Так, бәрін сындырып тастайық. Так, енді тағы не қалды сындыратын? Так, мыналардың бәрін аламыз, қазір сындырып тастаймыз. Так, өйстіп. Все. Так, енді қазір мен мына супер геройлардың бәрін жинап, мына жерге сыртқа шығаратын боламын, өйткені бұлардың күштері жоқ екен. Так, өзім мен көмектеспесем болмайды. Так, кеттік ал. Так, достар, мен мыналардың бәрін, супер геройлардың бәрін шығарып қойдым. Міне қараңдар, достар. Мыналар кәдімгідей шаршап қалған ғой, 1 ай бойы тамақ ішпеген. Так, өзім бәрін көтеріп, иығыма салып, ол жаққа далаға шығарып қойдым. Енді қазір бұлар өздерінің үйлеріне қайтатын болады. Так, Феникс, чё там, Капитан Америка? Саған көп рахмет бізді шығарғаныңа. Сен болмасаң, біз әлі де 1 жыл бойы осы түрменің ішінде отыра беруші едік. Көп рахмет, сенің барлығының атынан саған рахмет айтамыз. Все, конечно, Капитан Америка, бұл менің міндетім ғой, сендерді құтқару. Ё-май, мен сендерді қалай құтқармасам не болушы еді, ё-май. Саған көп рахмет. Все, давайте, достар. Ал енді, достар, біздің осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнаса каналға жазып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді сіздермен болған мен Феникс, келесі кездескенше давайте.